Отбасын жоспарлау. Фатима жүкті болыпты. Байқұс мұңайып жатыр. Күйеуде не істерін білмейді. Міне, карантиннің салдары. Мен оның орнында болсам не істейтінімді тіпті елестете алмаймын. Бірден істеу керек, алдын алу шараларын қолдану қажет. Сен не ұсынасың? Презерватив? Неліктен әйелі осылай әрекет етеді? Әйелінде ессіздік сезімі, мазасыздық жағдайы. Неліктен күйеуі осылай әрекет етеді? Күйеуі бүкіл денесіндегі ауырлықты сезініп, дәріханадан мүшеқаптар сатып алуы керек екенін, оларды жақын қарым-қатынасты пайдалану керек деген алаңдаушылық сезіммен жауап береді. Экологиялық мінез-құлықты мысалы. Әйелі өзінің жағдайын түсіне біледі. Ол кеудесінде жылуды сезінеді, толқуды сезеді. Оны түсініп, ол күйеуіне мен сенің алаңдап жүргеніңді көремін деген сөздермен жүгінеді. Әйелінің бұл экологиялық мінез-құлқы күйеуіне сабырлы болуға және отбасын жоспарлау үшін жауапкершілікті өз басына алуға мүмкіндік береді. Мен сенің алаңдап отырғаныңды көріп тұрмын. Бұл туралы ойлау саған әдеттен тыс болады. Ақыр аяғында мұндай жағдайда тап болмас үшін бұған біреу жауап беруі керек. Мен оны өзім шешемін.